Осыдан 15 жылдай бұрын еді. Көршім келін түсіріп, апақ-шапақ боп, соны естен кетпестей тарағанымыз бар. Үлкен ұлы Марлен Қостанайдан қыз әкеле жатыр дегенді естіп, тұра жүгірдім. Қысқасы, көршілер мен туыс бауыр жиналып қызметке сақадай сай тұрдық. Сонымен не керек? Түнгі 11-де құрдастары пойыздан күтіп алып, қостанайлық келінді әкеліп үйге кіргізді. Ал аққанын сіміріп алған ағам домбырамен ән айтып, өзі күліп, өзі билеп қуанып жүрді. Қысқасы, қазақтың тойы осынымен керемет қой. Ішетіні бар, ішпейтіні бар. Әп сәтте қошқардың басын қағып қазанға салдық. Ертеңісіне ел-жұрт жиналып, беташарымыз басталып, жаңа келіннің беті ашылды. Бет ашқан заржақ тамада көршіден бастап тұқым тияғына дейін атын атап, олар берген ақшаны қойынға тығып тайып тұрды. Міне, сонан соң қызық болды. Екі жағындағы екі келін жас келіннің жаулығын алып орамал салды. Мұны көрген жұрт гу ете қалды. Ойбай, құрсын көтек дейді. Сейтсек, жана түскен келініміздің басында шаш жоқ. Таза тақырбас. Ол аз десен, оң жақ құлақтың түбінен кеткен алашы бар жыланы тағы бар. Сумандап барып кеуде тұсына кіріп жоқ болады. Бұған таңырқай қараған жұрт жаға ұстап тарасты. Сонан соң қызықтың көкесі басталды. Мына келінді көрген көрші ағам біздің үйге қашты. Құрдастары жиналып, ақыл айтып айқай басталды. Ағам болса жын ұрып құтырып бастады. Шақыр, шақыр дейді үйленген ұлды. Әй, мынау кім? дейді босағаны аттаған бойдан баласына қадалып. Папа, қойнышы, не болды сонша? Қыз ғой, дейді оған баласы. Әй, әкенің аузын ұрайын, сен қыз екеніне уверенсің ба сен, дейді әкесі. Ялған бала не дейсің? Басын бұқып алып, пап қойшы енді, дейді. Оны тыңдайтын әкеме. Шақыр шешенді, жаным барында шақыр тез. Әй, Бинаш, қайдасың? деп айқайға басты. Оған достары басу айтып қой, деп жатты. Көрші ағам, қойсын ба? Әй, әкенің аузын, сенің қайдан таптың мына қызды? деп балаға қайта шүйлікті. Сол аралықта жүгіріп, Бидаш женешем жетті. Ендігі ағамның сөздері женешеме бақытталып жатты. Әй, қатын, мына қызды қайдан тапқан мынау? дейді. Женешем не дейсің? Үнсіз ғана балаға қарады. Енді бала ашуға мінді. Агенттен таптым, агенттен, дейді әкесіне алара қарап. Мұны естіген әкеден ес кетті. Әй, ит, агентіңіз, ойбай! Әй, қатын, мына менен туған бала агенттен қатын әкелсе, онда мен өле салайын. Ойбай, ғани құдай, 100 грамм қой екенін шашы көз алдымнан кеткенше ішейін, дейді. Оған мен құямын ба? Қойыңызшы деймін. Енді, деген көрші ағам онан сайын ақылдан азды. Әй, иттің ғана баласы, мына қыз өзі қазақ па, қазақша біле ме? дейді. Білмесе де түсінеді ғой, пап, дейді баласы. Ойбай-ай, Бинаш, ана келіннің басына шаш деген бітті, барындар, басындар, дейді. Оған женешем жалынып әлек. Қойынды үйге жүрші, масқара қылмай, дейді. Ағам, бара қойсын ба? Бұл сөзге бала ұялып кетуге асықты. Оны әке жібере ме? Тоқта сен, тоқта!
Анау мойнындағы не пәлес ол? Ойбай, ойбай дейді ойбайлап. Ол кәдімгі татуаж ғой, тату дейді баласы түсіндіріп. Әй, күшік, тату-патуынды білмеймін. Таң атқанша өшіретін болсын. Ал қалай өшіресің? Ісім жоқ. Қырасың ба, жыласың ба, жалайсың ба, қайтсен де өшіресің, бітті, дейді. Енді жеңеше ашу шақырды. Әй, алқаш, отламай жөніне отыр. Үйге бармасан, терісінен бар. Кеттік, балам, кеттік деп кетуге ыңғайланды. Мына сөзден соң көрші ағам тағы да от алды. Ғани-ай, құй деймін саған құйшы, қорқып барам. Келінімнің мойындағы жыланнан қорқып барам. Құй деген соң құйшы, братешка, дейді. Мен сонда да құймаймын. Масағам тағы да ойбайлап кетті. Әй, иттің баласы, дейді ұлға. Әй, ит, шашы жоқ екенін көре тұра әкелдің бе мынаны, дейді. Қоянды қуа берсен батыр болады деген ғой. Енді ұл қаттырақ сөйледі. Иә, көрдім, фотода. Шашы бар еді, барсам жоқ, сонда да әкелдім, дейді. Мұны естіген көршім талып түсті. Өзі құйды да ақаннан тартып жіберді. Сонан соң аузынан ақ көбік атып, көкірегін ұстап жата кетті. Енді шеше балаға қарады, бала шешеге қарады. Қарамай қайтсын, екеуі де от пен судың ортасында қалды. Бірақ бұл көпке бармады. Тезде жан біткен ағам қолына домбырасын алып әнге басты. Бинаш қатын оңбасын. Құдай өзі қолдасын, арманда ұлын қалмасын. Бар өзінің, бар қарап тұр. Мына далбан баланды жылан шағып алмассың. Ля-ля-ля-ля-ля, дейді. Арадан айлар өтті, жылдар өтті. Келіннің шашы өсіп, әп-әдемі келіншек болды. Мини юбкасын тастап, көйлек киді. Бірінен соң бірін екі ұлды туып берді. Қазақша сөйлейтін болды. Осылайша той-тойға ұласты. Тақырбас келін сол отбасының гүліне айналды. Әупірімдеп жүріп, оқуын бітірді. Осы күні мектеп директорының орынбасары болды. Бәрін айтта бірін айт, өте бақытты отбасы болды. Ең бастысы ағам да арағын қойды.